Баршаңызға сәлем. Бұл Шымкент. Балнар, привет. Привет. Бүгін, қаншасы бүгін? Бүгін 19 наурыз. Біз Шымкентте міне бүгін толықтай жиналдық. Мерей бүгін келді. Мен кеше келдім ба? Алдың күні түнде келдім, я. Сол енді ар күні бұйыртса маманың туған күні 21-не қонақтар келеді. Оған дейін біз енді жаңағыдай бірнеше күн қатарынан қонақ күтеміз. Сондықтан соған дейін қыдырып үлгерейін деп шықтық. Ал дәлірек біз қайда бар жатырмыз? Шымкент плазаға бар. Жоқ, дәлірек. Дәлірек красавица и чудовище. Я, біз сонша қатты күттік сол. Мультфильм емес, кино. Мен мына жаққа жүрейінші, сол кезде бәріміз күшті көреміз. Эмма Уотсонның ойынымен біздің сүйікті Гермиона, көптің сүйікті Гермионасы қалай ойнапты. Мұна ауа райын айтыңдар, бәрін ойнады. Балнұр, мұнандай ауа райында. Балнұр күнде бұндай ауа райының куәсі. Мен енді Астанадан келдім, Мерей Алматыдан. Мен вообще бізде енді -20 градус болады түнде, мысалы қазірдің өзінде. Не деген керемет ауа райы, не деген керемет қыздар. Қайта. Улыбайся, Невесомости поверь и отдайся. Балнұр ана өлең айтсақ, кеше. Қайсы? Кеше елканың бір өлеңін айтады. қойшы. Балнұр күшті өз кеше өлең айтады. Прямо сверху вниз, забла. Тоқсан екі точно барамын, 92 барамын, бармайды дейді. Сонымен кетіп, таксимен барасылықшы. Ақырында таксимен бардық, 2 сағат күтіп. Балнұрдың қызық оқиғасы. Сен сюрпризім бе? Шымкент плазаның алдыға всю наурыз. Маған енді наурыз сезді. Басқа университеттерде наурыз өтіп қойды. Біздіңкі апрельде болады. Неге қазір всегда кешігіп дейді? Әдейі сәуір болмай, тәуір болмас деген ел қолды. Андай, осындай не болып тұру керек та, ауа райы. Күшті болып тұру керек. Бір жағынан күшті ғой, не, сәуірде жасағанда олар. Екінші праздник сезінесің да. Күшті ғой, осындай, не болып жүрсің? Екеуі разница жоқ. Біз сағат 6:25-тегі сеансқа кірейін деп жатырмыз. Егер билет бар болса. Егер билет бар болса. Негізінде премьерасы 16 наурыз еді. Бүгін 19-ы, сонда 4 күн ба? 16, 17, 18, 19. Сонда адам сейілген шығар деген үмітпен. Қазақша киіпті. Наурызға орай бүкіл кәсіпкерлер осындай киім киіп алыпты. Күшті. Мерейдің арманы еді ау. Қазір аламыз. Есть такая легенда, когда покупаешь попкорн до начала сеанса, и он заканчивается. Но у нас он не закончится. Просто огромный. Я Мерей өзімнің сезіміммен бөлісіп Шымкентке келгендегі
наурызда бізде әрқашан сондай бір нәрсенің бастауы, иә. Бүкіл туысқандар маманың туған күніне үйге жиналады. Иә, и вообще сондай күшті кез. Біз жинамасақ жиналасыңдар ма өзі? Туысқандарыңызға жазып отыра бермексіңдер ма деп. Посланник туысқандарға десең. Сондай әдемі сінде. Алматыда мен бүйтіп жүрмеймін әдемі деп. Білмеймін неге екенін, бірақ андай парадокс деп па. Мен именно үйде жүрген кезде Шымкентке келсем әдемі боламын да. Құлпырам десе. Шымкент құлпыртады мені. Окрыляет. Сезім қандай болады? Күшті кеше түнде. Ой, бүгін азанда 5-те келдім. И басында бір сенбей тұрдым да. Потом қазір Сендім уже попкорн жеп жатырмын. жоқ андай бір бүйтіп мен именно ше бүйтіп жүрген обыденный өмірді сағынасың да ше үйдегі бүйтіп шашыңды мамалардың жанында тұрып тарап тұру бір сөйлеп соны сағынасың. Біздің бүйтіп мысалы Шымкентке келгендегі өзіміздің жаңағы жиналуымызға аса үлкен мән беріп жатқан себебіміз біз бұған дейін, осы жылға дейін біз бірге тұрғанбыз үшеуміз. Қашанда бірге жүретінбіз, жатақханада да бірге, пәтерде тұрғанда да бірге, бір университет. Сондықтан біз үшін биыл сондай бір жаңаша жыл, сондай бір бөлек, иә. Себебі биыл Балнұр Шымкентте мамалардың қасында, онкас тестке дайындалып жатыр. Мерей оқуда, Алматыда, Казгуда, мен Астанадамын. Сондықтан осы көктем қазіргі бізге бір ерекше әсер етіп жатыр. Воссоединение назаров деп. Сондықтан біз үшін көктем бір шынында да бір сондай жаңарудың, шынында да бір ерекше сондай эйфориялық сәттерге толы. Сол Балнұрдың түрінен мен видеоны тез өшірші, попкорнды жейін деген. Сол шашым қандай өткен. Мен грубый қолымды көріп қойдым, сенің подписчиктерің. Тура алып жүрді ма? Ойбай. Сызылып. Ешкімде болмады. Мен алсырақ отырайын ба? Шымкент Плаза. Маған Шымкент Плазаға келіңіздер. Шымкентке келіңіздер, оның үшін Шымкент Плазаға келіңіздер. Өте ұнайды, кеше білмеймін. Сондай бір кең ба, атмосферасы да бір басқаша, білмеймін, маған өте ұнайды. Декорациялар да бөлек. Иә, Астанада да бар, Алматыда да бар, бұндай сауда орталықтары, бірақ мен өзім Шымкентті айтып қоймайды деймін. Шымкентте ерекше. Махаббат болып жүрмін осы сауда орталығы ашылғалы бері. Мен осы жерде отырамын. Сол, қазір біз будем лопать наш попкорн. Сосын неден кинодан шыққаннан кейін өзіміздің әсерімізбен бөлісеміз. Балнұр. Сен андай группа поддержкисің ба, білесің ғой? Черлидершің. Иә. Біз акцияға қатысып кеттік. Спасибо большое. Мерей жаңа попкорннан еда деймін. халява. Мерей жаңа попкорннан бөлек бір нәрсе жегісі келіп жатыр. Тауық еді. Менікі не? Бекон. Бекон. Өзің ба? Ну, зато попробуем екеуін. Давным-давно в самом сердце Франции в великолепном замке жил юный прекрасный принц.
Говори. Непривычно видеть тебя без бороды. Сонымен біз кинодан күшті сказка, иә? Өте күшті, бірақ бізге принцтің чудовище түрі ұнады. Иә, ең соңында принц ханзадаға айналып кеткен кезде біз кішкене деп қалдық. Иә, чудовищеге қатты үйреніп қалдық. Сол Көздері әдемі чудовище. ғашық болған, иә. Бейл емес, біз сенікіміз. Бейл емес, біз сенікіміз. Бізге Өтіп отырмыз Шымкент қаласы. Мына жерінде диванчикте отырмыз деп. қысқасы бізге өте ұнады, сондай ертегі. Білесің, немен аяқталатынын, қазір не болатынын, бірақ бәрібір сондай күшті спецэффекттер, иә? Музыкасы. Иә, мюзикл түрінде болғаннан кейін вообще күшті, енді білмеймін, өте Денем ұнады. каждая минутада түршігіп отырады кәдімгідей. Бірақ бізге бір момент ұнамады, мен соны естіген, бірақ онша мән бермеген едім, бірақ мұнда көрдім. Кинода білуімше жазылып тұрған жоқ па мына жерде? Не, плюс 16 ма? Плюс 16, яғни 16 жастан асқан жаңағы адамдарға көруге рұқсат берілген фильм деп ана кинодағы, телевизордағы айттым. Қысқасы сондай, және де неге деп сұрайтын болсаңыздар, фильмда гомосексуализм тақырыбы бар, және де ол айқын көрінеді. Маған кішкене ұнамады сол жер, шынымды айтсам, білмеймін. Мен ол байқамадым да. Анау ше, Гастонның досы. Ең соңында да мен ойладым, енді мақұл сол жермен бітті десем, ең соңында да бір жігітпен биледі. Мен полностью чудовище ғашық болып тұрмын. Өте керемет. Эмма Уотсон, как всегда, на высоте. Бірақ әрине Эмма Уотсон бәрібір Гермионаның рөлін де ойнағаннан кейін мына рөл де оған өте меніңше қалай айтса болады, сәйкес та, Гермиона мен Бейл екеуі бір-біріне ұқсас жаңағыдай кейіпкерлер. Кітап оқитын Файнка. Ақылды, әдемі. Не из мира сего, чудачкалар. Бірақ күшті, бізге өте ұнады. Барыңыздар, көріңіздер. Сол. Возможность болса сразу бару керек. Иә. Сол, давайте. Біз бардық деймін. Той ғана ойнады ғой. Бізге рұқсат бермей қойды. Не үшін қоясыңдар онда алдыға дейдер? Көтермейтсеңдер деп айтты бізге. Біз как перышкамыз ғой. Балаларды, кішкентай балаларға арналған жоқ қой. Менше онда емес, өтірік алдап жатыр олар. Алтыбақан ағаштан жасалған, Алтыбақан андай жіптері бар. Қалай көтермейді бізді? Біз еще сондай ақ қыздармыз. Боже. Осы жерде қоя салайық деп. Иә, осы жерде қоя салайық.